Менің каналыма қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Бүгін өте ерекше тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін дрожжымызды және тұзымызды сүтімізге араластырып, одан кейін жаңағы ұнымызға құямыз. Майымызды құйып, барлығын біріккенше араластырамыз. Илейміз. Біріктіріп илеп, осылайынан илеп бетін жауып қоя тұрамыз. Оған дейін біз фаршымызды дайындаймыз. Алдымен етімізді салып қуырып аламыз. Жуамызды салып қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді салып қуырамыз. Картошкамызды салып қуыратын боламыз. Барлығын әбден қуырып аламыз. Одан кейін жаңағы болгар бұрышы, тұз және де қалауларыңызша приправа қоссаңыздар болады. Мен бұрыш қостым. Одан кейін жаңағы тестамыз дайын болды. Барлығын бөліп аламыз да, осылайынан жұқа қылып жайып, кесемізге қоямыз да, дәл видеодағындай үстінен жаңағы фарш салатын боламыз. Одан кейін бір-біріне осылайынан жабыстырамыз. Ашылып кетпеу керек, ашылса барлығы жаңағы листтарыңызда қалып қалады. Осылайынан барлығын ет болғаннан кейін мына жерде біз қақпағын дайындайтын боламыз. Ол үшін осылайынан созып аласыздар нанды. Одан кейін дәл видеодағындай жасайсыздар. Дәл видеодағындай осылайынан үстіне қойып шығамыз. Біздің горшогымыз дайын болды. Енді барлығын солай жасап болғаннан кейін үстіне жұмыртқаны жағып, кунжут себетін боламыз. Міне осындай әдемі болып шықты. 180 градусқа 25-30 минутқа салып аламыз жаңағы духовкамызға. Отбасыларыңыз осындай ерекше тағаммен қуанғыңыз келсе, осыны дайындап көріңіздер, өте дәмді болады.